Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Егіздер ме? 2022 жылдың тамыз айына таро расклад. Так, егіздер, сіздерді тамыз айында не күтіп тұр екен? Так, қазір бәріміз бірге көрейік. Императрица. Старший аркан. Пополнение. Именно қаржы жағынан пополнение. Ақша жағынан жақсы мүмкіндіктер бар тамыз айында. Қаржыға байланысты бір крупный мәселеңіз шешіледі, крупный сумма ақша түседі. Және де беременность пландап жүрген егіздерге босанады, немесе көтереді. Және де махаббат жағынан да өте жақсы карта. Екінші жартыңызды кездестіру бір махаббатқа толы ай. Даже екінші жартыңызбен отношения дұрыс болмай жүрсе, татуласуға, отношенияны жақсартуға өте керемет карта. Және де бұл бір жайлы карталардың бірі. Өміріңіз бір жайлы болады. Жаңағы бір ештеңені уайымдамай тамыз айында барлығына көңіліңіз толып, жүрегіңіз ашылып, бір жақсы ай сіз үшін. Келесі карта. Королева жезл. Королева жезлов. Бір мәселеге ойланып шешім қабылдау. Бір істі бастауға. Жанында картаны ашып көрейін. Двойка жезл. Двойка жезл. Так, двойка жезл, именно королева жезл. Именно жезлдар түсіп тұр, соңғы екі картаңыз. Бір іс бастайын деп жүрсеңіз, жаңағы бір емес, екі істің арасында шешім қабылдау түсіп тұр. Жұмысқа байланысты жол жүруіңіз мүмкін, немесе қыдырып бір жол жүруіңіз мүмкін. Бір істі шешім қабылдау үшін екі істің арасында нақты асықпай ойланып, оны зерттеп, жаңағы шешім қабылдау. Яғни бұл екі істе алдағы уақытта бастасаңыз, жасасаңыз, болашағы жақсы. Екеуінде де болашақ бар. Қарасаңыздар, мына жерде жезлдарда отростықтар бар. Яғни екі істен де сіз жақсы возможность ала аласыз. Сондықтан шешім қабылдауға тура келетін болса, ойланып, асықпай шешім қабылдау керек. Королева жезл, сіз шешім қабылдаудан жаңылыспайсыз. Яғни нақты жақсы шешім қабылдайсыз деген сөз. Және де өз жаңағы бір активная боласыз. Үйге де, жұмыстағы шаруаңызға да, өзіңіздің денсаулығыңызға, сұлулығыңызға бір уақыт бөліп, жаңағы барлығына бір тамыз айына үлгересіз. Жаңағы барлығына үлгеріп жатқаныңызға өзіңізге риза болып, жаңағы өзіңізді толыққанды жақсы адам ретінде сезініп, бір ерекше күйде боласыз. Тамыз айы сіздер үшін өте жақсы ай, қаржы жағынан, жеке өмір жағынан, жаңағы жаңа бастама жағынан әсіресе. Сондықтан қорықпаңыз, рисковать етіп жасау керек, бастау керек егіздер. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.